уағызшыларды жақсы көру керек. Уағызшыларды жақсы көру бұл мұсылмандардың сипатынан исламды жақсы көрудің бір белгісі бұл. Неге дейсіз ба? Өйткені исламды жек көруші қауымдар Құранда айтылып кеткен. Жаңағы уағызшыларды жек көруші қауымдар Құранда айтылып кеткен. Салих деген пайғамбар болған. Салих деген пайғамбар қазір мына Мәдина қаласынан 336 километрдай жерде Мадаину Салих деген қала бар екен. Сол Мадаину Салих деген кезіндегі Самуд деген қауым өмір сүрген жер. Мәдинаға барып жатқан адамдар сол жерге қазір зиярат қылып барып жатыр да. Сол жерде жаңағы аруана түйе түседі ғой, білесіз. Сол аруана түйе таудың арасынан шыққаннан кейін ол қауымы аруана түйені өлтіріп қояды. Қысқартып айтайын. Сол кезде Алла тағала азап жібереді. Азап жіберген кезде Нух алейхиссаламға, Салих алейхиссаламға Алла тағала былай деп әмір етеді. Сен мына ауылдан шығып кет дейді. Біз қазір мына қауымды жермен жексен етіп жоқ қыламыз дейді. Азап жібереміз дейді. Алла тағаланың аяттарын аяқ асты қылып, сені менсінбей, сені тепкіге, езгіге алғандықтары үшін дейді. Бұл қауым енді түсінбейді Салих дейді. Сен шығып кет енді дейді. Сол кезде Салих пайғамбар өзінің туған қауымы ғой, соны қимастай кетіп бара жатқан кезде бүйтіп Құранда сөзін келтіреді. Фатавалла анхум. Қимай қауым тастап кетіп бара жатыр дейді, азапқа қиып. Сонда пайғамбар жан ашып тұр да қауымына, соңында да қарашы. Фатавалла анхум ва қала я қауми лақад аблағтум рисалата рабби ва насахту лакум валакин ла тухиббуна насихин дейді. Ей қауым-ай, мен сендерді қимай кетіп бара жатырмын. Мен сендерге Алланың дінін жеткізе алдым ғой негізі. Мен сендерге ашық, анық, шынайы насихатшыда болдым ғой. Насихатымды сендерден аямадым ғой. Жақсылыққа шақырдым ғой. Жамандықтан қайтардым ғой. Сендер қоймадыңдар ғой. Бірақ сендер насихатшыларды жақсы көрмейтін қауым екенсіңдер дейді да. Ғалымдар айтады, насихатшыларды, уағызшыларды жақсы көрмеу, оларға тіл тигізу, бұл Салих пайғамбардың Самуд деген азапқа ұшыраған кәпір қауымының сипатымен сипатталған адамдарға ұқсайды дейді.